Осы антикор бізде шынайы аты айқайлап тұрғандай нақты жұмыс істей алады ма осы жемқорлықпен или істей алмайды ма деген нәрсе ғой. Кішігірім мәселелерді облыс деңгейінде, аудан деңгейінде олар әзірейілдей, ал республика деңгейінде жартымсыз болып тұр істері. Негізі сыбайлас жемқорлық деген коррупцияны қамтымайды. Енді ең негізгі сіз жаңағыдай келтірілген залалды қалпына келтіру ғой. Ол жерде бір құйтырқы нәрсе бар. Осы айтып отқаным ең себебін қазір мен алып көрдім. Арнайы алып көрдім. Қаншалықты іс жүзінде қайтарылды деп сұрақ қойсаңыз, сіз оған жауапты оңайлықпен бере қоймайды. Қандай өзгерістер керек деп ойлайсыз? Қандай мысалға мүмкіншіліктер артық берілу керек шығар? Алик Ішпекбаев деген отырды, жаңағы антикордың басшысы болып. Алик, Марик, Шарик деген мақала немесе оптимизация деген мақала жаздым. Осындай үлкен істерге барылмай жатыр да антикор. Міне осындай жақтарын қоғам көп байқай бермейді. Антикор күшті жұмыс істеп жатыр. Жаңағы аудит тексерем дегенше, ол анау хищениен бар ғой, орнына қойып қояды нелер. Сөйтеді ол қылмыстық мүлдем қозғалмайды. Осы заңды өзгерту арқылы антикордың болсын, жаңағы қылмыстық іспен айналысатындардың жалпы қол аяғын байлап тастады. Неге именно әйел адамдар сотталады? Бақытбек Смағұл деген депутат болған. Жаңағы қылмыстық жауапкершіліктен босатып берем деп $70,000 алған. Мемлекеттік қызметкерлерге шешімдері арқылы істелініп жатқан істерге мүмкін мына бапты жарататын қылып кәсіпкер болатын болса, онда оған сәл басқаша қарайтын мүмкін ара-жігін ажырату керек шығар. Яғни антикорға кетіп жатқан шығын мемлекет тарапынан. Ол өз-өзін ақтамайды. Енді біз ол тұрғыдан да қарауымыз керек қой енді. 8 миллиард теңге мемлекеттің ақшасы жоқ та қылмыс қозғалмайды. Олар қарапайым адамдардың проблемасымен айналысқысы келмейді. Мен жаңа ана мысалды келтіріп жатқандағы себебім сол. Олардың бәрі кәсіпкер тергегісі келді. Антикордың жалпы құзыретіне көңіліңіз тола ма, толмай ма? Менікі толмайды. Көңілім толмайды. Жемқорлыққа қарсы саясатта кішкене ұлттық ерекшеліктерімізді ескере отырып қайта қарастыруымыз қажет. Армысыздар, құрметті көрермендер. Бүгін біздің эксперт жобасының кезекті саны. Бүгін бізде қонақта Қазақстан Республикасы парламент мәжілісінің депутаты, заңнама және сот құқықтық реформалар жөніндегі комитет мүшесі Абзал Құспан Темірғалиұлы және Амангелді Батырбеков, Сарыағаш Әділет қоғамдық бірлестігінің төрағасы және С-информ газетінің редакторы, заңгер, журналист. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз біздің қазір мынау Қазақстанда мынау сыбайлас жемқорлықпен күресеміз деген ұран салынып, сол жолда жұмыс басталғанына біраз уақыт болды. Дегенмен соның өзіне артылған антикор деген құрылым өзіне артылған жүктемені толық атқарып жатыр ма, жоқ па деген тақырыпты талқылайтын боламыз. Қосар ойларыңыз болса, комментарийға соңында міндетті түрде жазып кетіп отырыңыздар. Міндетті түрде ойларыңызды тыңдаймыз. Ал енді бірінші сөздің кезегімен Абзал мырза, сізге қойғым келіп отыр. Осы әлемде менің өзім ойымша мынау жемқорлықпен күресуді сәтті жүзеге асырған бір 3 мемлекет бар деп есептеймін өзім. Оның біреуі мынау Қытай мемлекеті, және мынау Сингапур, одан кейін мынау Грузия мемлекеті деп есептеймін. Ал енді сол кісілердің, мысалға Сингапурдың мынау сыбайлас жемқорлықпен күресін қарасаңыз, дәл біздікіндей антикор сияқты оларда да бір бюро құрылып, олар өздерінің жұмысын бастаған. Біздегі мынау 14-14-ке звондау деген сияқты оларда да сондай нәрселер болған. Бірақ оларда біздікіне сәл артықшылығы көп мүмкіндік берілген сол қызметіне. Олар бірден жаңағы көп рұқсаттарды біздікінде созбалаңға салынып, бюрократияға салынып алып жүрмей, бірден сол іспен айналысып, сотқа дейін апара алатын сондай бір құзыреттер берілген. Және мынау Қытай елінде қарасаңыз, оларда жаңағы ату жазасы бар, бір қорқытатын, неғылатын, қатты күресіп атады. Бізде ату жазасы жоқ, бірақ бар күшейткеніміз жаңағы сол осы баппен сотталған адамдарды ертерек, мерзімнен ерте шығарудан алып тастады.
сол ғана қатайтылған түрі сияқты заңда, басқа ештеңе жоқ. Ал енді мынау Грузия мемлекетіне келетін болсақ, ол мемлекетте біздегідей эволюциялық емес, ол кәдімгі революциялық жолмен десек болады, төтесінен кесіп тұрып, жаңағы жемқорлықпен күресті, реформаны жасады. Кәдімгідей көзге көрінетіндей қысқа мерзімде. Осының алдындағы бір сұхбатыңызда, сот жүйесі бойынша сұхбатымызда өзіңіз айтып едіңіз, осындай жүйемен жаңағы істелген маған ұнайды, а мына жолда қиын деп. Сол сияқты бізде енді мынау антикор құрылды бізде, сыбайлас жемқорлыққа қарсы. Осы біз жалпы қай бағытта, қай елдің күрес түріне жақын келеді біздікі? Жалпы біз күресіне жалпы көңіліңіз тола ма үкіметтің? Рахмет сұрағыңа. Жаңа атын атап өткен үш мемлекеттің үшеуіне де келмейді. Бұл үш мемлекеттің өзіндік ерекшеліктері бар. Қытайдың да, Сингапурдың да ортақ белгісі, ол жерде мынау демократиялық талаптарды олар ысырып қойды. Енді бір нәрсені, бір дүнияны жүзеге асыру үшін басқа бір дүнияны құрбандыққа шалуға тура келеді ғой. Сингапурдың өзінде тура солай болды. Біз мақтап жүрген сол Ли Куан Ю, ол енді демократиялық принциптерді былай ысырып қойды, таза авторитарлық түрде жүзеге асырды. Жаңа сіз айтып отқан реформаны. Енді Қытайда күні бүгін енді ол авторитарлық жүйе, ол енді ол солай болуға тиісті де, енді миллиардқа жуық халқы бар, әлде миллиардтан асып кетті ме тіпті. Андай үлкен 40 құрау елді басқаруда ол демократиялық принциптерді қолдану ол мүмкін емес сияқты бір жағынан алып қарасақ. Ал енді Грузияның тәжірибесіне оралатын болсақ, бұл жерде шынымен де шынайы реформа жүзеге асты. Бізде бұған қатысты, осы жемқорлыққа қатысты бөлігіне енді тақырыптың аясында айтайыншы. Реформа деп қанша атағанымызбен шын мәнінде реформа болған жоқ. Әуел бір қарапайым сұраққа жауап берейікші, мына антикор мекемесін алып қарайық. Антикор Қазақстандағы жемқорлықты енді түп тамырмен жойып жібермесе де азайтуға ықпал тигізу керек орган болатын. Ал сол мақсатқа, сол межеге біз жақындадық па, ең болмаса жетпек түгілі? Бір сұрақ. Екінші сұрақ. Антикордың басшылығы мен қызметкерлерінің өздері коррупциямен айналыспайды дегенге біз сенімді түрде жоқ деп айта аламыз ба? Міне мәселе осында. Енді мен тағы бір басқа қырынан керейін. Осы өткен жылдың аяғында, мынау желтоқсан айларының бастарында депутаттық сауал жолладым премьер-министр мен бас прокурорға. Сол кезде мен мына тергеу органдарының санын азайту туралы мәселе көтердім. Неге? Қазіргі таңда прокуратура органдары үлкен өкінішке қарай өзіне конституциямен бекітілген мынау қадағалаушылық функциясын тиімді түрде жүзеге асыра алмай отыр. Неге десең, тым көп болып кеткесінде бір себебін мен осыдан көріп отырмын. Қараңызшы, бізде қазір әртүрлі тергеу анықтама жұмыстарын жүргізе алатын 7 орган бар қазір. Ол тіпті СГО-ға дейін бастап, мынау мемлекеттік күзет қызметінен бастап, мына төтенше жағдай министрлігі, ішкі істер министрлігі, антикор, АФМ, жергілікті жерде ол ДЭР деген атпен белгілі, спецпрокуратура бар, арнайы прокурорлар, ерекше жағдайда ұлттық қауіпсіздік комитеті бар, көрдіңіз бе? Енді осылардың барлығы процесстік тұрғыда негізінде прокурорға бағынышты органдар. Қылмыстық істі мынау тіркеуден бастап, оны сотқа жолдағанға дейін толығымен прокуратура қадағалау жұмыстарын жүргізіп отыруға тиісті. Қазір осы жұмысты жаңа атап өткенімдей түсінікті болу үшін айтайын, неге ондай пікірге келгендігімді. Мен сол кезде нақты мысалдарды келтірдім. Қазір бір кәсіпкерлік субъектіні құртам деп егер кәдімгідей сол жолға қаражат бөліп, сол бір кәсіпкермен алсам деп, жаңағыдай бір болмаса аяқтан шалам деп жүзеге асырған бір адамдар болатын болса, оны жүзеге асыруға. Айталық, бірінші жергілікті ДЭР-ға арыз шағым бересіз. Мына осындай қаражатты ұрлады деп. Хищение дейді ол жаңа, бюджет қаражат деп. Ол тергеп кәсіпкерге қатысты істі тоқтатуы мүмкін. Іс жоқ деп, іс құрамы жоқ деп. Онда сіз аласыз да ішкі істер органдарына алаяқтық фактісімен бересіз. Өйткені олар да тергеледі оны. Ол алып, ол кіріседі. Оны ешкім тоқтата алмайды. Олардың статьясына жатады, олардың тергеу реттілігіне жатады. Ол тергеп болғаннан кейін ол болмай қалатын болса, онда ебін тауып жаңа мемлекеттік бюджетпен байланысты, мемлекеттік қызметпен байланысты антикорға бересіз. Одан антикор шығады мына жақтан.
ана кәсіпкерді тергеуге. Міне сондықтан ең бірінші бір екінші бір жаңа жауабымның бір нұсқасы бізге осы тергеу органдарын санын азайту қажет деп есептейміз басым. Бұрын бізде ішкі істер министрлігі болды, ол ішкі Қазақстанның ішкі жағдайына қатысты жауап барлық мәселені тергеді. Ұлттық қауіпсіздік комитеті тек қана өздеріңіз оларды үндемес деп айтатын едік қой. Ол кезде оның қызметкерлерін көп адам танымайтын да, білмейтін да, кім жаңағыдай ұлттық қауіпсіздік комитетінің істейтін. Қазір олар да ішкі мәселеге де араласады, барлығы бір шатысып кетті бізде. Сондықтан бір ретке келтіру керек. Антикор да сондай ұранмен ашылды. Кейін әуелі Финпол болды, одан антикорды бөліп алып, одан ДРді бөлектеп жібердік. Енді бірінің айналысатын ісімен екіншісі де айналыса беретін жағдайды көріп отырмыз қазір. АФМ-нің тергейтін ісінде антикор тергейді. Олардың тергейтін ісін спецпрокурор тергейді. Олардың тергейтін ісін ішкі істер органдары тергейді. Айналып келгенде біз қазір ботқа жасап жүрдік қазір мына органдардан. Пара алуды КМБ да ұстайды. Сол ғой айтып отырған. Бірінің ісімен бірі шатысып жатыр. Нақты тергеу реттілігі де жоқ, қазір бәрі жойылды. Кім бірінші анықтады, сол тергейді деген принцип шықты. Жаңа хищение, онымен де ішкі істер органдары қазір тергей беретін болды. Ал бұл деген сөз, біз өзіміз іштей осылай ірте беретін болсақ, іштен іртеміз былайша айтқанда осындай мына түрімізден. Бір тәртібі жоқ, реттілік жоқ бізде. Енді осы тұрғыда алып қараған кезде мен шын мәнінде де реформа жасау қажет деп есептеймін. Бірақ та бұл антикор ұйымы мекемесі ол кеше бүгін пайда болған жоқ қой. Ескі Қазақстан кезінде дүниеге келді. Қандай да бір реформа бірінші кезекте әрине адами фактор, ол түсінікті. Сол себепті де мынау кадрларын қайтадан іріктеу қажет етеді деп есептейміз басым. Қызметтерін қайтадан қарап, тек қана жемқорлық па, сыбайлас жемқорлық бір ғана органға тиесілі болу керек. Жаңа сіз айтып отқан бірінші мекемені алып қарайықшы, жаңа мемлекетті алып қарайықшы. Ли Куан Юдің құрған ұйымын. Ол жемқорлықты тек қана бір органға берді. Сол орган ғана айналысты, сол орган аяғына дейін жеткізді. Қазір ол жемқорлықпен бізде айналыспайтын ұйым жоқ, айналыспайтын мекеме жоқ. Сондықтан да кішкене бір ретке келтіру керек деп есептеймін. Мен мүлдем жауып тастау қажет демеймін. Әрине жемқорлықпен күресуіміз қажет, ол ең негізгі ұран болу керек, бірақ оның реализациясын кішкене бір ретке келтіруіміз қажет деп есептейміз. Сіз айтып отқан ойларды ары қарай да тереңдеп талқылаймыз қазір сұхбат барысында. Ал енді Амангелді мырза, сіз осы Қазақстанға осы жыл сайын кемінде бір 200 миллион теңге деп алайықшы, орта есеппен осы жемқорлық фактілерін анықтап, бір жыл, 2 жыл соңынан қалмай отырып, соны мемлекетке қайтарып, қаншама қылмыстық істер аштырып, қаншама жемқорлармен жаңағы соттатып, олармен күресіп жүрген азамат ретінде танимыз, білеміз. Осы жөнінде айтсаңыз практикаңызға байланысты. Негізі сыбайлас жемқорлық деген коррупцияны қамтымайды. Мысалы, сыбайлас қылмыстық істі жүргізген адам біледі. Сыбайластар жаңағы орысша айтқанда подельник дейді ғой. Подельник бұл сыбайлас. Коррупция мен сыбайлас жемқорлық деген еш анау қамтымағаннан кейін мен көбінесе өзім жазған кезде сыбайлас жемқорлықты коррупция деп жазамын. Яғни мемлекеттік жаңағы қызметкердің несі заң бұзушылығы. Осы сыбайлас жемқорлық бізде енді осылай деп аударылғаннан кейін солай деп айтуға мәжбүрміз. Коррупция деп айта берейінші. Коррупциямен алдында 2015 жылға шейін бізде мынау Финпол деген қаржы полициясы неткен. Уақыт өте келе ол қаржы полициясы жаңағы пара алу мен және соның жаңағы абзал айтты ғой, жаңағы хищение, талан-тараж қылу, соның бәрі бір не қарайтын болғаннан кейін оның ара-жігін бөлді. Яғни пара алу бойынша 2015-тен бері қарай антикор айналысатын болды дағыны. Ал жаңағы қаржы жымқыру, ол жаңа АФМ, ДР дейді, сол жаңа қудалау органы айналысатын болды. Ол дұрыс па, бұрыс па, мен оған қазір баға бермей, біз солай қабылданған соң сол заң бойынша жұмыс істеуіміз керек ары қарай. Енді ыңғайлы ма күреске жалпы осылай? Егер тура әрқайсы өзінің ісімен айналысса, ол дұрыс деп ойлаймын меніңше. Ал егер жаңағында қойыртпақ болып, анам тірлігімен мынауды араласа нете беретін болса, әрине адамдар түсінбей қалады. Біресе анау жаңағы антикордың баптары, өзі 10-ақ бап қой өзі, 360-тен 370-ге шейін. Соны антикордың өзі айналса,
қалғандарымен анау айналысы әңгіме жоқ. Но бірақ қазіргі таңда мынау жаңағы хищение дейміз, талан-тараж бойынша антикор да тергей алады, кімде тергей алады. Ол қалай? Мен оны да қарадым. Яғни сол бойынша бірінші қылмысты ашқан мекеме өзінің істеген тірлігін өзі жеткізгісі келеді. Сөйтеді дағыны ол прокуратураға өтініш хатпен шығады. Мынау істі, мынау баппен біздің тергеуімізді жаңағы беруіңізді сұраймын дейді. Немесе прокуратура соны айшықтайды. Егер прокуратура мынау жаңағы ДР-дің қарайтын қылмыстық ісін антикор ашып, солар қарап жатса, прокуратурада құқық бар біздің заң бойынша. Ол осылар ары қарай тергесін десе, тергей береді. Міне сондықтан көп адамдар түсінбей қалады. Неге ол антикордың ісін мынау тергеп жатыр деп. Міне сондай. Ал былайша антикордың болмауы ол бүкіл мемлекетте хаосқа келеді. Біздің мысалы қазіргі күнделікті айтып жатқан тірлігіміздің қай сала болмасын, білім саласында болмасын, медицина саласында болмасын, басқа да саласында болмасын, біздің айтқанымыз, айтып жатқандарымыздың бәрі салдар. Оның себебі меніңше сол сыбайлас жемқорлықта, жаңағы коррупцияда жатыр. Коррупция тоқтайды, ол сала алға жүреді. Коррупция болмаса, сен 10 рет айт, оның бәрі салдары. Салдармен күресе беріп, ешқашан емес. Біз себебіне көшуіміз керек. Енді қалай ойлайсыз? Осы сіз күресіп жүрсіз ғой? Иә. Қандай өзгерістер керек деп ойлайсыз? Қандай мысалға мүмкіншіліктер артық берілу керек шығар мүмкін? Мен бір нәрсе айтайыншы, басымнан өткенін айтайыншы. Осыдан 3-4 жыл бұрын мынау Алик Ішпекбаев деген отырды. Жаңағы антикордың басшысы болып, төрағасы болып, агенттіктің. Сол кезде мынау біздің Түркістан облысында 5 ауданаралық коррупция басқармаларын жауып тастады. Өйткені оны оптимизация деген жаңағы мемлекеттік қызметкерлер азаю керек деп алды дағыны антикор жаңағы басқармаларын Сайрамда, жаңағы Ордабасы ауданында, тағы бірнеше аудандарда жапты. 2021 жыл ма, 20 жыл болу керек, енді есімде жоқ қазір. 21 жыл ма екен. Сонда Сарыағаш ауданындағы антикор басқармасын жабатын кезек Сарыағаштың антикорына келген кезде мен Алик Марик Шарик деген мақала немесе оптимизация деген мақала жаздым. Сөйттім да соны антикордың жаңағы өкімет басшысына, есімде жоқ, антикордың басшысына бердім. Қалай жабылады? Сарыағашта мысалы қазір 4 мемлекеттік мекеме бар да, соған жаңағы антикор басқармасы 5-6 қызметкері бар басқарма, сол жаңағы коррупциямен күресіп жатыр. Қостанайдалар, енді қазір есімде жоқ, немесе жаңағы бір батыста бір облысталар. Ол жерде сондай мемлекеттік мекеме ондайдан да аз. Бірақ ол жерде 70-ке жуық қызметкер істейді облыста. Бізде ауданда ол соншалықты. Мен қалай ол күрес болып, қандай сапа болуы мүмкін? Кім мысалы Сарыағашта отырып, жаңағы коррупция туралы арыз жазады, Түркістанға бар, 300 километр жерге бар. Яғни не істейді? Күрес ақсай береді. Содан кейін мен айттым, мынау жаңағы бүгін келсең бар, Сайрам ауданында антикор. Ертеңіне келсек не болды? Жауып тастады. Неге? Осындай қазір оптимизация бәрін жабу керек деп. Яғни бүгін барсаң, бүгін келсең бар, ертең келсең жоқ болған кейін мен ана Алик Марик Шарик деген ойым бар ғой. Тура сондай болды ғой деп жаздым. Сол менің мақаламнан кейін Алик Ішпекбаев Түркістан облысының департаментінің басшысына айтты, Сарыағаштықын нетпей қояйық деп, жаппай қояйық деп. Сарыағашқа қалып кетті. Жалғыз Сарыағашқа қалып кетті. Қазіргі таңда мен Сарыағаштың антикорын істеген тірліктерін мен Құда қаласа осы неде жазам мен. Қаншалықты мемлекетке қаржы құйылып жатыр. Ұсталған жаңа неден. Яғни сіздің ойыңызша бұл эффектісі көбею үшін жемқорлықпен күрестің аудандарда бөлімдері ашылу керек. Аудан аралық. 2-3 ауданда бір антикор басқармасы болмай, басқа облыс айтпау, біздің Түркістан облысында коррупцияның жаңағы жоямыз деген ол утопия. Енді дұрыс, бұл жерде былай болады, естеріңізде болса, осыған дейін бір әділет жолы деген бір ұйым жұмыс істеді ғой бір. Осы жемқорлыққа қарсы ұйым болып ашылып, уәкілдері болып, өңірлерде жаңағы Дидар Смағұл жасап жатыр ғой.
олар сол мекеме, сол ұйым қазір жабылыпты. Жабылды ма? Жабылыпты, иә. Мен де естіп таң қалдым. Өйткені неге десем, жауабын ешкім білмейді. Әйтеуір сондай шешім болды, жабылды, бәріміз қазір деп. Сол мынау Түркістан облыстық сол ұйымның төрағасы болған Амангелді Қалыбек деген жігіт болған. Сол жігітке мен хабарласқам осы сұхбатқа, жалпы осы барысында ойын білейін деп, күрес қалай деп. Ол жерде ол жігіттің бір еңбектері әуелгіде жаңағы мынау өздері ұйым болып құрылған кезінде бұрқыратып жұмыс істеді. Түркістан облысында жаңағы ішкі саясаттың басшысын мынау жаңағы ақша жымқыру бабы бойынша сотқа дейін апарып, соттатып 2 жыл дегенде сондай үлкен жұмыс жасаған жігіт. Содан кейінгі жұмыстардың бәріне жаңағыдай қиындықтар туа берді дейді. Енді ол жігіт айтады, бұл жерде бізде мемлекеттің, мысалға халық жемқорлықпен күрес дегенде, антикор дегенде көретіні басқа нәрсе, түсінетіні. Ал сіз айтқандай жаңағы заңмен келгенде ол басқа нәрсе болып шығады дейді. Өйткені мысалға дейді, бізде үкіметтің, мемлекеттің түсінігін өзгермей қиын дейді. Мәселе былай, мысалға дейді, мемлекеттік қызметкерлердің пара алу үстінде немесе солар ақша жымқыру үстінде ғана солармен айналысады дейді, мынау сыбайлас жемқорлық, мынау антикор дейді. Ал мен бір рет былай болды дейді, өздері комиссияда, әртүрлі комиссияларда боламыз ғой, жаңағы бюджет бөлетін комиссиялар, жаңағы грант бөлетін комиссияларда, сол жерде қаржы бөлетін азамат ретінде ол да болған комиссия мүшесі. Бір жаңағы неге қаржыны бөлдіртпеген, қарсы болған, сондай кезде бұған пара беруді ұсынған. Сол жаңағы мекеме. Енді соны бұл барып антикорға айтса, болды деп біраздан кейін отказ келеді дейді. Анау пара берейін деп жатыр маған десе, жоқ, сіз жаңағы мемлекеттік қызметкерге жатпайды екенсіз, демек біз сізге қарсы бұл пара беріп жатса ештеңе істей алмаймыз дейді. ДР-ға барады, ДР де осылай дейді. Содан жаңағы ішкі істер жаңағы департаментіне барыңыз дейді. Сонымен сөйтіп жүргенде бұның да несі кетеді, міне осы дейді. Неге дейді, жемқорлық, мынау антикор тек қана мемлекеттік қызметкермен ғана айналысады дейді. Мемлекеттік жаңағы бюджетті бөлуге соған әсер ететін адамдарды да сонымен теңестіру керек қой дейді. Бұл жерде үкіметтің жалпы жемқорлық дегендегі түсінігі басқа дейді. Халықтікі басқа, мынау басқа. Осыған ойларыңызды айтсаңыздар. Бұл жерде подкоп деп айтуға болады, басқа деп те айтуға болады. Мәселе дұрыс көтеріліп отыр сіздің тарапыңызда. Мен жаңа айтқалы отырғам, негізінде жемқорлық деген қазіргі біздің түсінігімізде мемлекеттік қызметшінің, лауазым иесінің жаңағыдай пара алуымен жымқыру, яғни хищение ғана қалды ғой қазір шыны керек негізінен. Бұндай мәселелерді мен өзім тарапынан да көп көтергем. Мысалы үшін шешім қабылдау барысында қазіргі жоғарғы ол пара деген қылмыстың түрі, мысалы үшін республикалық деңгейдегі басшылардың арасында қазір ол жоқ деп айтуға да болады. Ол негізінен облыс, аудан деңгейінде ғана қалды. Республикалық деңгейде үлкен лауазымға қол жеткізген азаматтар, олар қазір ондай риск дейді ғой, ондай рискке бара қоймайды. Олар әр жерде ондай тәуекелге бармайды, әр жерде өздерін ашып қойған бизнестер бар. Ол бизнестеріне өздері ықпал жасап отырады, бизнестеріне жағдай жасап отырады. Бұндай мәселеге антикор батыл кіре алмай жатыр әлі. Әлі күнге дейін сондай жағдай. Былай қарасаңыз, олардың келтірген залалы, басқа кәсіпкерлікті жаныштап, мына өздерінің кәсіпкерлеріне жағдай жасау деген сияқты. Мемлекеттің экономикаға келтірген залалы өте зор, өте үлкен. Осындай үлкен істерге бара алмай жатыр да антикор. Мен өзімнің тарапынан осы заңнама және сот реформасы комитетінің мүшесі ретінде неше түрлі жаңа сіз айтқан жағдайдан да сорақы жағдайлармен азаматтар келеді, нақты кәдімгі пакеттерін алып келетін, пакет документтерін, құжаттармен пакет дегенде жаңа құжаттарды алып келеді. Алматы қаласы бойынша жемқорлық фактілері бойынша мен бір емес бірнеше өтініштерді ресми түрде бердім, депутат ретінде. Енді жаңағыдай сиыр шықтан келеді арты. Артынан шақырсаң, өздері айтады, енді ан жақтан не болмаса. Яғни антикор сияқты ұйымды құрамыз ба? Менің ойымша қазір
мынау кадр мәселесін қайтадан бір қарастыру керек. Өйткені істейтін бәрібір кадр. Одан кейін олардың өкілеттіктерін қайтадан қарауымыз керек. Жаңа Сингапурдағыдай аяғына дейін жеткізе алатындай мүмкіндік беру керек. Сосын іс қозғаған кезде анда мында жалтақтап жоғары тұрған басшылық, ол жоғары тұрған басшылық, одан да жоғары тұрған басшылықтан рұқсат алу деген сияқты келісім процедураларын негізі тоқтатуымыз керек. Онсыз болмайды. Кішігірім мәселелерді облыс деңгейінде, аудан деңгейінде олар әзірейілдей. Ал республика деңгейінде өте жартымсыз болып тұр істер. Оның екінші бір себебін, қазір мен бұл тақырыпты білмей қалдым ғой. Мен адвокат болып жүрген кезімде 2020-шы әлде 21-ші жылы мен кейін қосымша бере аламын. Анализ жасалды біздің тарапымыздан. Осы антикорға кетіп жатқан бюджеттің шығыны. Енді жалақыдан бастап мынау жедел іздестіру жұмыстарына бөлінетін қаражат бар ғой, миллиондаған, миллиардтаған қаражат. Және олардың бюджетке өндіріп жатқан жаңағыдай. Енді ең негізгі сіз жаңағыдай келтірілген залалды қалпына келтіру ғой. Ол жерде мынадай бір құйтырқы нәрсе бар. Қазір сіз ресми есебін алып қарасаңыз, біз мемлекетке осыншама миллиард ақшаны қайтардық деп тұрады. Ал енді оның екінші бір жағы бар. Ол қаншалықты іс жүзінде қайтарылды деп сұрақ қойсаңыз, сіз оған жауапты оңайлықпен бере қоймайды. Яғни орындалды деген мәселе. Бір чиновникті ұстады. Міне мынау осы сіздің оңтүстік өңірін алып қарайықшы. Әсіресе білім саласында қаншама миллиардтаған ақшамен бір ғана мектептің өзінен мен таңғалам, қалай анадай миллиардтарды ұрлауға болады, мен мысалы басым жетпейді. Бір бухгалтер сотталады. Ал енді ол бухгалтер оны қайтадан орнына фактически дейді ғой, іс жүзінде салды ма жоқ па? Енді сот үкімде шығарып қояды. Сотталған Пәленшеевадан, сотталушы Пәленшеевадан мынаны өндіру керек. Мысалы қанша миллиард? Осынша миллиардты өндіру керек дейді. Бұлар есепке соны салуға әуес антикор. Ал енді ол іс жүзінде орындалды ма жоқ па? Яғни әлде ол басқа сыбайластардың қалтасында кетті ме? Мына әйел адам, ол әйел адамды ертеме кешпе шығарып алады. Бізде әйел адамдарға дейін үлкен жеңілдіктер бар. Неге именно әйел адамдар сотталады? Түсінесіз бе? 5 жылға соттасын, 10 жылға соттасын. Оны шығарып алудың жолдары. Жазасын жеңілдететін факторлар көп бізде. Өте көп. Әйел адам болғасын жерде ол ертең аяғы ауыр болып қалатын болса, онда босатып жіберуге міндеттісің сен деген сияқты. Отсрочка беруге міндеттісің деген сияқты. Көрдіңіз бе? Міне осындай жақтарын қоғам көп байқай бермейді. Антикор күшті жұмыс істеп жатыр. Амангелді ағамыздың жұмысына ешқандай әңгімем жоқ. Бұл кісінің өзі, бірақ оны өзі дәлелдеп, өзі зерттеп, зерделеп, ақпарат құралдарына кәдімгі тайға таңба басқандай әкеп барып, кәдімгі дәлелдеп барып, олардың жұмысын жасап іс қозғатып отыр ғой бұл кісі. Ал бірақ ана көпшіліктің алдында осы көпшілік біле бермейтін осындай бір құйтырқы жақтары да бар. Барлығы да жаңағыдай жан-жақты былай қараған кезде мамандар енді оны біліп отырады. Осындай бір проблематикасы бар бұның. Дұрыс айтасыз. Осы бойынша мен осы бойынша енді өзім пікірімді айтсам. Дәл дұрыс айта беріңіз. Жаңа Абзал айтты ғой. Мына қылмыстық іс пакет құжаттар алып келеді. Пакет құжаттар алып келгенде шіркін-ай осыдан қылмыстық іс қозғалып кетсе де, қылмыстық іс қозғалғаннан кейін міндетті түрде оған сараптама тағайындалады. Ананың ішіндегі дереу қылмыстық іс, ана тергеушінің жаңа мен айтамын ғой, қылмыстық іс қозғалмай жатып, сен ешқандай құжат ешкімнен ала алмайсың. Қылмыстық іс қозғалғаннан кейін тергеуші күшке енеді. Оның әр қаулысы жаңағы пәленшенің жаңағы іш киімін алдыруға да жаңағы құқылы деймін да мен. Қаулы береді, болды, орындайды. Мемлекет қаулы береді, орындайды. Соған жете алмай күйеміз ғой біз. Өйткені қылмыстық іс қозғалмайды. Енді осы айтып отқаным ең себебін мен қазір мен алып келдім. Арнайы алып келдім. Міне, біздің қылмыстық процесстік кодексте 179 бап бар. Сотқа дейін тергеп тексеру. 2014 жылға шейін бізде қылмыстық іс деген ұғым болған. Яғни жаңағындай Абзал айтқандай құжаттар алып келгенде, оны қудалы орган алады дағыны, бұл жерде қылмыстық қозғауға бола ма, болмай ма деген сұраққа жауап береді. Сөйтеді тексереді, қылмыстық іс қозғаудан бас тартады, немесе қылмыстық іс қозғайды. Немесе тергеу реттеуге осы үш процесс шешім қабылдайды. Содан кейін барып қылмыстық қозғалғаннан кейін барып номер береді, қылмыстық іс қозғалады. Одан кейін тергеуші өзінің күшіне енеді. 2015 жылы Жақып Асанов, 2014 жылы, 2015 жылы Жақып Асанов мінбеде тұрып мақтанды.
жаңағы бас прокурор енді бұрынғыдай проблема болмайды деді. Жаңағы созбалқа салу болмайды. Енді ар жазында қылмыстық қозғалады деді. Бірінші қуанған мен шығармын сол кезде. Охо деп та. Өйткені мен әбден көргем. Әкелесің, көрсетіп тұрасың. Мынандай алады, жаңағы жедел уәкіл, опер алады да, көреді да, қылмыстық қозғалу бас тарту қаулысын қабылдайды. Прокурор келсе, бітті сен одан бұздырып алып келем дегенше анау қылмысың. Яғни қылмыстық қозғалды, демек іс алға қарай тез жүреді. Міне 2017 жылы, 2014 жылы Егемен Қазақстанға мына неге ілінді, мынау 10 шілде 2014 жылы Егемен Қазақстанға шыққан екен, заңды күшіне енді заң. Болды. РДР дейді, орысша, сотқа дейінгі тергеп тексеру номері береді, басталады қылмыстық іс. Сөйтеді, тергеуші, мен білмеймін статистикасын. Егер қарайтын болсақ, 2014 жылдан 2017 жылы, міне 21 желтоқсан күні мынау жаңа сотқа дейінгі тергеп тексеру, жаңа тіркеудің бабы. Сен арыз жаздың ба? Ол тіркеледі. Прокуратураға сен рұқсат сұрамайсың бұрынғыдай. Прокуратураға хабарлама бересің. Міне біз мына қылмыстық іс қозғалды деп, мына жалпақ тілде айтатын болсақ. Болды, сен жаңа тергеуді бастайсың. Бірақ сол кезде мына парламентте отырған депутаттар мен енді ішкі нанымын айтады да, ол жерде мынау өздерінің жаңағы Абзал айтқандай бизнес бар. Оларға пара алу қажет жоқ. Өздерінің бизнестерінің мүддесін мына жақта отырып турлап отыратындар. Олар осы заңды қабылдатқан 2017 жылы ол өзгереді ол заң. Так. Өзгереді. Сөйтеді айтады, енді егер қандай да бір жаңа соттың шешімі болмаса, ол соттың шешімі нетпесе, мысалы қазір мынаны оқып беруге болады. 2014 жылы шыққан қылмыстық құқық бұзушылық туралы арыздың хабардың сотқа дейін тергеп тексеру бірыңғай тізілімі, яғни жаңа қылмыстық РДР дейді ғой, тіркелу не бірінші кезек күттірмейтін тергеу әрекеті сотқа дейін тергеп тексеру басталуы болып табылады. Міне, қылмыстық іс басталды дейді. Сотқа дейінгі тергеп тексерудің басталған туралы бір тәулік ішінде прокурор хабар етіледі дейді. Болды. Міне осы заңды 2017 жылы 21 желтоқсанда мынандай деп өзгерді. Жаңағы ол басталады дейді. Сотқа дейін тергеп тексеру басталған туралы бір тәулік ішінде прокурор хабардар етіледі деді ғой. Астына мынадай дейді. Қолданыстағы заңнаманың бұзушылықтар туралы тексерулер, ревизиялар, аудит актілері олардың болу қылмыстық құқық бұзушылық міндетті белгісі болып табылатын басқалармен расталған нұқсан, елеулі зиян не заңсыз кіріс туралы мәліметтері жоқ дүниелерге сотқа дейін тергеп тексеру жаңа қылмыстық іс қозғалмайды деп тұр. Яғни мынау сен мынандай аудиттің сен мысалы жаңа не болатын болса, жаңа ұрлады, жырлады деген жерде болатын болса, сен бірінші не істеуің керек? Тексеру, бақылау органдар бар ғой, аудит. Аудит келіп тексереді. Ол ішінде келді ме? Мемлекетке қанша зиян келді? Залал келді. Келді ма, келмеді ме? Ол келеді, ол қорытынды береді ғой. Қорытынды болған кезде ғана барып жаңа қылмыстық іс қозғайды. Енді соңғы мен тікелей айналысып жүрген тірліктер, осыны антикордың қызметкерлері егер өтірік дейтін болса, осы хабарға хабарласын. Кейбір сондай жаңағы аудит тексерем дегенше, ол анау хищенен бар ғой, орнына қойып қояды нелер. Сөйтеді ол қылмыстық мүлдем қозғалмайды. Қылмыстық іс қозғалмайды. Осындайдың біз жүздеген фактілерін келтіре аламыз. Жаңағы Сарыағаш ауданында білім басқармасында жаңағы 10 шақты туалет, спорт площадка соғады, спорт алаңдарын. Оған 20 миллионға жақын қаржы кетеді. Біреусі істемейді. Біреусі істемейді. Қылмыстық іс қозғалмайды. Қозғалса да тергеп неге? Өйткені кезінде жаңағы нетіп қойған, оның бір. Бірақ іс жүзінде олар істеліп жатқан сияқты туалеттер өткен жыл болды, оны бір балдарды туалетте, даладағы туалетте жаңағы неткен зорлау несі болған, оқталған, содан кейін бір туалеттердің бәрі іште салынсын деген ғой. Сөйтеді жаңағы ақша бөледі мемлекеттен. Ол туалетте салынды. Бір туалет істемейді. Енді осыны біз антикордың көрсетіп жатыр. Міне мына істемейді туалет. Мына жер ақшасы желінген деп. Бірақ қылмыстық іс жаңағы түпкілікті шешім қабылданып ешкім тартылмайды. Неге? Өйткені мынау заң кедергі келіп тұр. Яғни осы заң жаңа Жақып Асанов 2015 жылы мақтанғандай мінбеде тұрып, қайтадан мынаған келетін болса, онда бұл 100% демей қойын. 70-60% тоқтайды.
Енді осыны қазір методымыз өре түрегеледі. Ойбай, біз жаңағы жеке кәсіпкерлердің құқығын бұзып жатырмыз деп. Жарайды, онда 2015-тен бері 2017-тен осы өзгеріс 2017-тен бері қарай жаңағы жемқорлықты статистикасын көрейікші. Тоқтады ма екен? Мысалы, Абзал жаңағы мырзада бұның қазір несі бар да, өкілеттігі бар, құзыры бар. Қазір көрейікші. Егер 2-3 есе аспаса, төмен түскен жоқ. Міне осы яғни осы заңды өзгерту арқылы антикордың болсын, жаңағы қылмыстық іспен айналысатындардың жалпы қол аяғын байлап тастады. Байлап тастады, мынау Байлап тастады дейсіз. Енді Абзал аға, өткен жылғы сұхбатымызда сіз осы қылмыстық кодекстің өзгертулер енгізу жөнінде заңнамаға жұмыс тобы құрылып басталды деп айтып едіңіз. Иә. Сол әлде кеш емес па осындай нәрселерді енгізуге қалай ойлайсыз? Ол жұмыс тобының жетекшісі өзімін. Қолданса қылмыстық процестік, қылмыстық атқару кодекстерін оңтайландыру жөнінде, яғни оптимизация дейді. Осы жұмыс тобы жүріп жатыр. Мынадай жағдай ғой. Мен бұған дейінгі интервьюлерімде де көп айттым. Жалпы біз құқық қорғау органдары мен сот саласын шынайы реформаламай тұрып, қандай да бір болмасын өкілеттік беруден сақ болуымыз қажет. Мен мына проблеманы жақсы білемін. Оны алып тастасақ, шынында да кәсіпкерлердің құқығы бұзылады. Қалайша? Кез келген адамның арызымен, ол не ол көшеде қаңғып жүрген бір бомждан да арыз жаздырып алуға болады. Әлем мына адам менің жалақымды бермей, мына кәсіпкер. Осының кесірінен мен бомж болып кеттім десе, онда ол да основание болып кетеді, негіз болып кетеді, тексеру көрдіңіз бе? Ал сол себепті біз толығымен мына құқық қорғау органдарының қызметкерлерінің адалдығына, олар өз өкілеттігін асыра пайдаланбайтындығына сенуіміз керек. Сену үшін жаңа айтып отқандай мен айтып отырмын, мына норманы кіргізуге болады бір ғана жағдайда. Егер ең бір минималды түрін айтайыншы жолын. Ол жаңа мен басында айтып кеткендей, тергеу органдарының санын қысқартқан жағдайда. Қазір бізде кәсіпкерлікті дамыта алмай жатырмыз. Оны талай кәсіпкерлердің жырын тыңдасаңыз, өзіңіз білесіз. Толтырып мынау, мен образды түрде қазір мынадай детальдарды кейбір адамдар түсініп, кейбір адамдар қабылдай алмай жатады да санасы. Сонда мен образды түрде түсіндіремін. Құқық қорғау органдары деген ол бір қасқыр. Кәсіпкер деген бір қой сияқты ортасында. Біз қасқырды көбейтіп қойдық. Енді қойды көбейте алмай жатырмыз. Өйткені қасқыр көп. Ол жаңа қойдың құйрығы өскен сайын, яғни кәсібі дөңгеленіп дамыған сайын, оған қызығушылар да арта түседі. Түсінесіз бе? Сондықтан да біз реформа жасауымыз керек. Менің жасап жатқан жұмысымда ол реформа жоқ. Ол жерде артық дүниеларды азайту деген сөз ғой, оптимизация деген. Кезінде сол 2015 жылы күшіне енген, 2014-те қабылданған жаңа қылмыстық процесс кодекс, әсіресе қылмыстық процесс кодекс көп артық дүние кіріп кетті. Кілең жаңа институттарды енгіздік, дұрыс аяғына дейін зерттемей, зерделемей, Германиядағы бар нәрсені әкелді қойып қойдық. Ал былай қарасаң, ол Германияның қылмыстық заңнамасының өзінің ерекшеліктері дейді. Мен енді өзім де бардым биыл Германияға. Канадаға да бардық бұл мәселемен. Олардың өзінде ерекшелігі. Оларда жалпы қылмыстық кодекс біздегідей жалпы бөлім, ерекше бөлімнен тұрмайды. Оларда тек қана барлығы бірден ерекше бөлімнен кетеді. Олардың мүлдем қалыптасқан дәстүрлі былай жалпы подходы бөлек олардың. Ол норманы әкеліп, былықтырып бізге әкеліп қолдана алмаймыз. Жаңа уголовный проступок, қылмыстық теріс қылық дегенді енгіздік. Қазір қылмыстық кодекс пен қылмыстық процесс кодекске кірсеңіз, сіз шатысасыз әбден. Ұғымдардан шатысасыз. Енді ол проблемасы жетіп артылады. Сондықтан мен қазіргі айналысып жатқан жұмысым артық дүниелерді арылтып жатырмыз. Артық қолдануға келмейтін дүниелерді арылтып жатырмыз. Ал мына норманы енгізу үшін толыққанды реформа қажет. Тағы айтылып айтамын. Мейлі антикор бола ма, мейлі ішкі істер органдары бола ма. Енді ішкі істер органдарынсыз мемлекет болмайды жалпы. Ол қай елде болмасын, міндетті түрде ішкі істер органдары болады. Полиция болады, яғни. Соған арыз шағым тіркеткен жағдайда олардың қызметкерлері тарапынан асыра сілтеушілік болмайтындығына біз сенімді болуымыз керек. Қазір осыны сенімдіміз деп бәріміз айта аламыз ба? Ешқандай оларда жеке басының жаңа қамын күтіп кетпейді, болмаса барып. Әйтпесе мен қазір көптеген біз ана әкімдерді сынап мінеп олардың жаңа құзыретін азайтып қазір аудан әкімі деген аудан бойынша ешбір тендерді өткізе алмайды, тиісінше тендерге жауап бермейді, тиісінше сол жердегі болып жатқан
күрделі жөндеуі бар ма, мынау жолдың жөндеуі ешқайсысына жауап бермейтін адамға айналды қазір аудан әкімі. Операторға айналды дейсіз ғой. Ол ешқандай қолында өкілеттік жоқ. Ешқандай өкілеттік жоқ. Тендерді орталықтандыруды облыс өткізеді. Білім саласында облано өткізеді. Ал білім саласында, мысалы үшін облыстық обланың басшысы ана бір аудандағы жағдайды жетік білмейді. Және оның қолында мынау құрылыс бөлімі сияқты мамандандырылған ұйым жоқ. Олар педагогтар ғой отырған. Осындай нәрселердің бәрін біз тым қалай болса солай жүргізілген салдарынан қазір осындай бір келеңсіздіктерге тап болып жатыр. Үйлеспей жатыр жұмыстар. Ал талай аудандарға барсақ, сол әкімдер бізге мұңын шығады, алдына келген ауылдың адамдардың бәрі бізден талап етеді дейді, мына жол неғып салынбайды, мына ремонт неғып бітпей жатыр. Біздің қолымызда дым жоқ дейді. Олар жауапкершілік те жоқ әрбірін соң. Көрдіңіз бе? Осындай да проблема бар. Сондықтан да бір нәрсені жасайтын болсақ, жан-жақты жасауымыз керек. Өйткені тіпті осы қылмыстық процесс кодекске енгізген бір өзгерістің автоматты түрде басқа бір жағдайларға әсер етіп жатады. Сол себепті де біз мына жемқорлықпен күресеміз деп көп заңдарды күзеп жаңағыдай ешқайсысын енді жүйелі түрде жұмыс жүргізе алмайтын жағдайға жетіп қалдық қазір. Жүйелі түрде. Иә. Ұранымыз бар, бірақ ісіміз оған жүйеге түспей жатыр. Енді жүйеге түсті деп ешкім сенімділікпен айта алмайтын шығар. Ойбай, керемет, мынау жемқорлықпен күрес керемет жүріп жатыр деп ешкім айта алмайтын шығар. Жемқорлық қалай болды, солай жүріп жатыр. Яғни сіздің ойыңыз, мына заңды енгізуге болады, ол кезде кадрларына реформа жүргізіліп, басында бір жолын айттым ғой. Бір жолын айттым ғой. Сосын тергеу санын шектеу керек бізге. Өйткені қазір антикорға бұл бап ыңғайлы болғанмен, АФМ, яғни жергілікті жердегі ДРлар қалай болады? Қаншама кәсіпкерлер осы кәсібінен айырылып қалып, мен өткенде біраз деректер келтірдім. Мысалы үшін нақты айтайыншы, енді бір пофамильно, поименно айтайын. Сол келтірілген деректерімді өзім депутат сауалымдан бір, мысалы үшін бір істі кейс ретінде алдым. Мына өзіміздің Астанадағы тергеу изоляторына адвокаттар құқық қорғаушылар адвокаттар шағым жасай бергесін бір топ депутаттар ертіп бардым. Біздің Астананың тергеу изоляторы, бізде жалпы Қазақстан бойынша, Қазақстан тәуелсіздік алып бірде-бір жаңа түрме салынған жоқ. Бірде-бір Алматы қаласында бір тергеу изолятор салынды. Түрмелерден, яғни колониялардың ешқайсысы салынған жоқ. Енді олардың бәрі іріп, шіріп, сонау патшалық Ресей кезіндегі ғимараттарды біз тергеу изоляторында пайдаланып отырмыз. Өскемендегі тергеу изоляторы 18 ғасырдан бері пайдаланды. Батыс Қазақстанның орталығы Оралдағы тергеу изоляторы 19 ғасырдан бері пайдаланды. Ойлап қараңызшы. Бәленбай ғасыр болған. Соны өткенде мына ерлер жағындағы блоктан әйелдер жағындағы блокқа ішін үңгіп қазып, ана арестанттар. Сол жаққа кіріп шығып жүргендер өздері еще видеоға түсіріп, сол тарап кетті. Караванға шықты, КТК-дан көрсетті. Мысалы үшін өзіңіз іріп шіріп тұрған соң стенаны ортасынан кесіп, былай-былай өтіп жүрген ғой әйелдер жағынан. Маңғыстаудағы ауыр жаңағыдай бұрынғы несен қазір несі жоғары. Бұрында строг режим дейміз, қатаң режимдегі колония өздігінен өзі құлап қалып, 3 адам өлді, ондаған адам жарақат алды. Осындай іріп-шіріп тұр. Сол сияқты Астананың тергеу изоляторына барсақ, басшысы айтады, мына Астананы жарқыратып салдық дейді, барлық мемлекеттік органға салып бердік, түрме СИЗОға бәрі қарамайды дейді жаңа. Ол жерге өткен шетелдік қонақтар келмейді, ешкімге көрсетпейді жарқыратып. Ал ол мына Шанхай деген базардың ортасында тұр. Базар бір, ол жерде заң бойынша 50 метр әрі тұру керек. Ең аз, ауыл дейтін, сол стенаның ар жағы базар, ойлап қараңыз. Сондай жерде жүріп жатыр, оған адам сыймай жатыр. Сөйтіп отқан кезде барамда мен кәсіпкерлерді алып қараймын ғой. Ал қанша кәсіпкер отыр? Соның ішінде бұрын Қытайдың келген, енді оралма болып келді кезінде, қазір Қазақстанның азаматтығын алған Азат Кәрім деген белгілі кәсіпкер ол да отыр. Айтамын, сіз не үшін отырсыз? Айтады, 2 жыл бойы соттасып бір Қытай инвестормен. Өйткені екеуміз бірігіп ақша салдық, заводты қосып бергеннен кейін мені енді қазір жастардың тілімен айтқанда лақтырды дейді. Содан екеуміз соттасып жатырық дейді азаматтарды. Содан бір күні ішкі істер органдары алып көрдіңіз бе жаңа? Бұл ДР-дің статьясы былай қарасаңыз. Ішкі істер органы әуелі алаяқтықпен тіркетіп алды дейді. Алаяқтықпен тіркетіп алды, артынан тағы хищение қосты дейді. Мен өзім салған заводты өзім ұрлаған болып шықтым дейді. Мен салған ақшамнан аз дейді ана ұрлатып отқандар. Ал мен қанша қаражат салдым оған дейді.
сөйтіп өнім беріп тұрған заводымды тартып алғанмен аз қалғанда мен әкеліп мында отырғызып қамап қойды дейді. Сосын мен сол кезден бастап бас прокурор назарына аудардым. Кәсіпкер адам соттасып жатыр азаматтарды. Сот әлі мәресіне жеткен жоқ. Қалайша сен мынаға мүмкіндік беріп отырсыз? Жаңағы қанша айттық, іс құрамы жоқ екен көріп тұрмын. Басқа да кәсіпкерлер, мен айтамын, онсыз да адам жетпей жатыр мына жерде. Кәсіпкерлерді қамамай қояйықшы. Енді кәсіпкерлер олар жұмыс жасағаны елге пайда ғой. Бизнес жасағаны, ол салық төлейді. Ана қаншама адамдардың бәрі босып кетті былай қарасаң. Ол бір адам емес қой мәселе. Мәселе кәсіпкер болып, оның бір кәсіпкердің жоғын жоқтайын деп отырғаным жоқ жаңағы, жеке басының күйттейін деп. Оның қарамағында ондаған, жүздеген адам жұмыс жасайды. Бизнес быт-шыт болады. Ондаған, жүздеген адам семьясын ашырып отқан, олар қалады жайына. Көрдіңіз бе? Кәсіп құлайды. Ол құлаған кәсіпті қайтадан қалпына келтіруді оңай болмайды. Сол айтамын, мына жерде мына дауыл ғой мынау. Қалай мына қамап қоюдың қандай қажеттілігі бар? Бір жылдай уақыт өткеннен кейін іс құрамы жоқ деп істі қысқартып жаңағы Азат Кәрімді босатып жіберді. Сонда мен нақты мысал ретінде көрсеттім. Осыны біз уақытында көтерген кезде кейс ретінде прокурорлар келіспедіңіздер. Енді отырып жаңағыдай кейін іс құрамы жоқ деп қысқартып тастайсыздар. Жаңағы тергеу органдары, көрдіңіз бе? Осындай келеңсіздіктер өте көп. Мүмкін да былай қылса деген ұсыныс туады осындайда. Мемлекеттік қызметкерлерге солардың жаңағы шешімдері арқылы істелініп жатқан істерге мүмкін мына бапты жарататын қылып, ол мемлекеттік қызметкер болмай кәсіпкер болатын болса, онда оған сәл басқаша қарайтын мүмкін ара-жігін ажырату керек шығар. Өйткені сіз былай айтасыз, енді мен өз подследственность деген нәрсе бұзылып отыр, сақталмайды ешқандай да сақталмайды. Өзімнен бір мысал келтірейін. Мысалға бізде Түркістан облысы, сол жаңа Төле би ауданында, өзім туып өскен аудан. Сондағы бір жерді мысалға шешім шығарады, яғни бір ауылды жердегі жаңағы тұрғын үйге берілген жерді жаңағы бизнеске арналған жерге айландыру үшін алдымен ол жерге үй соғу керек, оны қабылдау керек, одан кейін барып жекеге өткізу керек, одан кейін барып жаңағы нысаналы мақсатын өзгерту керек, осындай процестерін өткізу керек те бәрін. Сөйтіп барып ол жерге кейін барып жаңағы өзінің қалаған курорттық зонасын бірдеңкелерін соғуға болады. Ал енді бұл жерде үй соғып, оны бұзып қайтадан мынандай шығынға батпас үшін адам жаңағы жердің әкімімен келіскеннен кейін әкім алады да ол жерді 3 жылдық мерзімге арендаға береді да, оны бірден жаңағы жекеге жаңағы нысаналы мақсатын өзгертіп бере салады, бірден шешім шығарып. Енді қараңыз, бұл жерде қабылдау актісі жасалынбай, үйді қабылдау актісі жасалмаса, ол шешім шықпайды. Яғни анау жалған құжат жасалды. Сөйтіп барып істейді. Мен осының бәрін дәлелдеп, бәрін көрсетіп, ана жерде ешқандай үй жоқтығын бәрін көрсетіп апарып антикорға бердім. Енді қызықты қараңыз. Антикор алады да оны. Жаңағы жер инспекциясына береді. Жер инспекциясы. Мынау заң көрдің бе? Иә, анау заңның қорытынды беру керек. Қорытынды беру керек. Жер инспекциясына берді. Енді қараңыз қызық. Жер инспекциясы 2 ай дегенде маған жауап береді. Бұл іспен жаңағы біздің құзырымызға кірмейді, анау жалған еместігін, жаңағы қабылдау актісін дұрыс жасалмағандығы бізге кірмейді дейді. Ал ана әкім 3 күннің ішінде мен арызымнан кейін 3 күннен кейін өз шешімін өзі бұзғанда, қазір айттым ғой, өз шешімін өзі бұзды да, яғни не жоқ, бірақ жалған құжат жасалғандығы бәрі бар. Енді анау антикор бір қызығы қараңыз, маған өзім соңынан қалмай жүріп анан жауабын алдым ғой. Ал сол жауап 2,5 ай болған, антикорға әлі бермеген. Мен енді антикорға өкінді жаздым, қалай мынау десем, олар бізге бермегеннен кейін біз қайтадан оларға ескерту ретінде хат жолдадық. Енді ол қайтып келе жатыр. Енді аналар не істеп жатқанын айтайын ба? Ана жерге ырылдатып қысымен үй соғып жатыр аналар қазір. Ал мен жасалып тұрған қылмысты көзге ұрып тұр, антикор жүр. Сосын мен қозғалмайды. Енді қараңыз, антикорға барып айтам, сендерден жарайды, кімге береді деп сұрадым ғой, енді қазір антикор мынаны алды, мына жауаптан кейін прокурорға берілді. Прокурор тексер. Жарайды дедім ба, аудандық прокурорға дәл сол арыз жазып берем ғой. Аудандық прокурор осындай өз шешімін жойғанына байланысты анау мынау деп келеді, соңында Сарыағаш аудандық, сіз жаңағы аман ақпаған Сарыағаш аудандық антикорға жолдақты. Өйткені басқа антикор. Мынаны қараңыз. Круг антикордан басталған, айланып келіп, қайтадан антикорға келіп тұр. Через прокурор өтіп келді да. Енді қызық. Оның жауабы қарапайым ғой, қойшы көп болса, қой бағусы болады дейді. Енді олар қойшылар жаңағы айтып отқан, я болмаса қасқырлар. Олар қарапайым адамдардың проблемасымен айналысқысы келмейді. Мен жаңа ана мысалды келтіріп отқандағы себебім сол. Олардың бәрі кәсіпкер тергегісі келді. Өйткені кәсіпкер майлы құйрық қой.
иә, ол ішкі істер органда соған ұмтылады, антикор да соған әуес, АФМ, яғни жергілікті жердегі дэрлар, ол екі бастан соған өкілетті орган, көрдіңіз бе? Жоқ, ол әңгіме неден туындап кетті? Жаңағы норманы енгізетін болсақ, кәсіпкерліктен дым қалмайды бізде. Онда одан сайын есікті ашып береміз, бар кәсіпкерлікті тонаңдар, не істесеңдер оны істер деген. Антикор кәсіпкерліктен шықпайтын болады. Білеміз ғой антикор қалай жұмсайтынын. Антикор. Антикор мемлекеттік қызметкерге қатысты ғана жұмысын істеу керек. Мен айтып отқаным. Мемлекеттік қалғанына мен білмеймін. Кәсіпкер кететін болса, оның жауапкершілігі қалай не заңды реттейтін біздің парламент бар. Олар қарау керек. Бірақ мынау заңды, мынау 14-ші жылғы заңға келмей, мен жаңағы мұрынды кесіп берейін дейді ғой, басымды кесіп беремін да, бұл біз 10 сағат отырып әңгімелесуіміз болмайды. Неге? Мен бүгінгі таңда басымнан өткен айтайын. Кеше мен Фейсбукқа осы газетке шығарып қойдық, осы номерінде 5 миллиард теңге бөлінді ақша жаңағы мал бордақылауға. АКК дейді, жаңағы кредиттік несі ауданы, 5 миллиард теңге кредит береді шаруаға. Шаруаға бергенде ол несие арқылы береді, анау несие жаңағы. Несие алады да 5 миллиардты шаруаға берді. Шаруа не үшін? Бұқа алып бордақылайым дейді. Береді 5 миллиардты. Ол алады, сөйтеді да мемлекет жаңа ауыл шаруашылығы арқылы сол бұқаны жаңа жем шөбіне 1 миллиард теңге бөледі. 6 миллиард болды ма? Уақыт өтеді, сөйтеді жаңа арызданушы маған келеді ғой. Осынша болды, сол ешқандай неткен жоқ, мен арыз жазбаймын деп. Біз ол туралы мақаланың басын бастап жаздық, сразу жаңағы дереу жаңағы аудит тексеру тағайындап, бізден кейін емес, бізге дейін тексеру тағайындап, біз мәселені көтеріп отқан кезде сөйтеді тағыны, иә, шынымен де 5 миллиард теңгеге ешқандай бұқа алынбаған. Ол 5 миллиард теңгеге парикмахерлік, жаңа шаш тараз, тойхана не салып алған. Яғни енді ол 5 миллиардты мемлекетке қайтаруға тура келеді. Мемлекетке қайтаратын кезде сен жаңа мақсатсыз жаратылған үшін 25%-мен қайтарасың. Яғни 5 миллиард плюс 1,5 миллиард, 6,5 миллиард қайтаруың керек. Дұрыс па? Өйткені бұқалар жоқ. 6,5 миллиард қайтару керек деп, жаңағы не береді, қорытынды не береді. Мынау заңда, анау АКК, жаңағы кредиттік не дейді, жаңағы корпорация. Ол алады, жоқ, бұл өтірік дейді. Анау бұқалар жоқ, тірі адам бәрі көріп тұр, ешқандай бұқалар жоқ. Жоқ, бұл өтірік дейді, сотқа береді. Сот алады да, ананың күшін жойып тастайды нұсқаманы. Бұқалар жоқ, алынбаған, жойып тастайды сот. Сөйтеді да, жойып тастаған соң не істейді? Мынау жаңағы аудит оны алады да, апелляцияға береді. Өйткені заңды күшіне енген тек қана апелляциядан кейін ғой. Сөйтеді өздері сотқа бармай қояды. Заң талабында көрсетіліп тұр. Егер бір тарап сотқа келмесе, сот шешім шығарылады. Алады, ананы өзгеріссіз қалдырады. Сөйтеді нұсқама күші жойылып кетеді. Енді мемлекеттің 6,5 миллиард теңгесі бол, жоқ, кетті дей бер. Енді не істейді? Ауыл шаруашылық басқармасы ақыры жаңа жоқ бұқаларды бар қылып, жаңа соттың шешіп шыққаннан кейін бар болып тұр ол. Ол жаңа значит, біздің де жаңа жем-шөпке деген 1 миллиард бар ғой. Значит, бізге жаңа заңды дейді да, ауыл шаруашылық басқармасы ұялмастан жаңағы 1,5 олар 1 миллиард қайтару мемлекетке. Өйткені жоқ бұқаларға ауыл шаруашылығы жаңа бөліп тұру керек, жем-шөбін бағып тұрады. Сол ақшамды өзімізге жаңа қайтадан жоқ қыл деп, нұсқаманың күшін жой деп, ауыл шаруашылық не береді? Сотқа береді. Мен қазір осы стадияда тұр. Біз кеше осыны мен не көтердім, газетте жаздым дағыны, антикорға арызды түсіріп қойдық. Мен қазір мен білмеймін. Жаңа жылдан кейін қылмыс қозғалмайды. Өйткені мынау тұр. 5 миллиард теңге, 6 миллиард, 8 миллиард қазір. 8 миллиард теңге мемлекеттің ақшасы жоқ та қылмыс қозғалмайды. Сен жанып кетсең де қозғалмайды. Неге мынау тұр? Ал егер 2014 жыл болатын болса, мен жеке кәсіпкерлерді айтып жатқан жоқпын. Жеке кәсіпкерлер әңгіме жоқ. Олар талайтын. Бұл жерде жеке кәсіпкерлер әңгіме жоқ. Мүмкін осыға енді айтайын деген, мен қазір сол ішкі аудит, мен айтайын, Түркістан облыстық ішкі аудит департаментінің бастығы Берік Меңдібаевпен Түркістан облысының ауыл шаруашылық басқармасының басшысы Нұрлан Бадырақовқа қылмыстық іс қозғалу керек деп жаздым.
Осы екеуі қозғалған кезде кәсіпкерлер егер сол ақшаны бұқаны сатып аламын деп алып жаратса, оған өзі кінәлі. Иә, өзі кінәлі. Енді не істейміз сонда? Давай онда ол кәсіпкерлердің жағдайын мемлекеттен бере берейік. 6 миллиард, 29 миллиард деп жаздық біз алтында. Соның 6 миллиарды мен қазір жаңағы облыстық антикордың басшысына да барып айттым. Не дейсің? Кәні, мына жерде қылмыстың құрамы жоқ па? Мін арыз тұр. Міне 170 бапты егер нететін болса, прокуратураға сен не берді қазір? Уведомление, хабарлама берді, қозғаңдар деді. Күтіп жатырмыз, көреміз, қозған. Бірақ мен мынау 170 баптың қазіргі 2017 жылға 21 желтоқсан күні өзгеріс енгізілгеннен бері ол қозғалмайды. Сондықтан мен айтып, сол кезде парламентте отырғандар осыны жаңа лоббировать етті дейді ғой, лоббировать етіп енгізген мына жер. Тек қана мен коррупцияға қатысты ғана айтып тұрмын. Ал басқа жағында мен білмеймін оны. Дұрыс, онда менің осы бүгінгі эфирімізге тақырыбына арқау болып отқан мәселеде осы антикор бізде шынайы аты айқайлап тұрғандай нақты жұмыс істей алады ма осы жемқорлықпен, или істей алмайды ма деген нәрсе ғой. Яғни мен біраз адамдардың пікірлерін білдім осы заңгерлерден. Бір-екеуін енді оқып берейін, сіздер жаңағы келісесіз, келіспесіз. Аты жөндерін атамауды өтінген заңгерлер енді антикордың тәуелсіздігіне күмән келтіреді. Бар азаматта жіберіпті. Антикордың құқық қорғаушы ретінде толық тәуелсіз болмауы мүмкін. Құқықтық жүйе мен билік органдарының ықпалына ұшырауы оның жұмысының объективтілігін сұрақ астына алады. Қоғам мен бақта тікелей антикордың тек саяси мақсаттарға қызмет ететіндігі туралы пікірлер айтылып жатады. Мұндай жағдайда оның тиімділігі азайып, коррупциямен күресу үшін бөлінген ресурстарды дұрыс пайдаланбау мүмкін дейді. Келісесіздер ме? Мен жаңа айтқан пікірім осыған ұштасады ғой. Жаңа 2020 жылдары біз есептеп жүргіздік, қаншасын бюджетке қайтарған бұлар. Ол өздеріне бөлініп отқан қаражатты сәйкес келе ме жоқ па деген кезде, ол кездегі баланс антикордың пайдасына болмады. Яғни антикорға кетіп отқан шығын мемлекет тарапынан. Ол өз-өзін ақтамайды. Енді біз ол тұрғыдан да қарауымыз керек қой енді жаңағыдай. Жемқорлықпен күресудеміз. Жемқорлық деген бірінші кезекте қаражат қой енді. Мемлекеттің қаражаты. Өзіне кеткен шығынды өзі ақтамайтын орган болып шықты. Сол кезде. Енді қазіргі цифрды білмеймін. Ол кезде біз кәдімгі кең көлемді анализ жүргіздік. Жаңа тек қана жалақы емес ол жерде, естеріңізде болсын. Мынау жедел іздестіру шараларына өте үлкен қаражат бөлінеді. Оның артынан семерка деген қызметтер болады. Семерка деген ол автомобильдер алынады, арттарынан бақылап жүретіндер ғой, жаңа техникалық жұмыстар. Сонда тиімсіз орган болды біз есептеген кезде. Тиімді органға айналдыру керек бұны. Оның жолдары жаңағыдай көп, ең бастысын бұл пікірімді бірден айтып кеттім әу баста. Қайта қарастыру керек, өкілеттіктерін содан кейін барып қайта қарастыру керек. Қазіргі күйінде өкілеттікті бере салсақ, ол жаңа норма тек қана антикорға қатысты емес қой, көрдіңіз бе? Ол басқа органдарға қатысты, ол жаңағыдай ішкі істер органдарына да қатысты, ол АФМ-ға да қатысты, прокурорға да мүмкіндік береді, бәріне мүмкіндік береді. Сосын мына жерде жаңа Рүстем айтып отыр ғой. Осы абзалда мен айтып отқанда нақты антикормен мынау ДРГ қатысты. Енді заң шығарушы орган ғой парламентте. Жарайды, басқасында мен келісем. Бәлкім сондай да шығар. Бірақ антикорға қатысты, мынау жаңа жемқорлық, ДРГ қатысты, осы қылмыстық істерге қатысты мынау заң тағы да айтамын, мен басымды кесіп берсем де онымен күресе алмаймыз. Одан кейін өзім мысалымды айтайын. Біз былтыр осы бір жыл болды. Бір директор қоймай 300 мың теңге сұрайды бізде. Жаңа мектептің директоры. Ол кәсіпкер маған келеді. Мен кәсіпкерді алып антикорға барам, арыз жазылады, тіркеледі, барлығын тыңдаймыз, көреміз. Мына жыл құрамы бар дейді. Сөйтеді, ұстайды ананы. 300 мың теңге ұстады, бір жыл тергеді. Жаңағы директор мойындамады. Ой, маған провокация жасады. Сөйтті де, сот бірінші сатысыл сот алды оны қамап жіберді мойындамағаннан кейін. Ана жерде бір 10 күн ба 20 күн жатқан болу керек апелляция жайлы. Содан кейін ол жаңа түрменің курорт емес екенін білгеннен кейін ол келесі апелляцияда келіп жаңағы шынымен мойындады. Мойындағаннан кейін сот оны заң көтереді, оны жіберді, мемлекетке 8 миллион теңге қайтарылды. Мен осыдан есептейші. Расходы, мысалы, антикор егер дұрыс істесе, заң дұрыс істесе, ол ана өндірілген ақша, ол шығын болған ақшасын беймарал жабады. Тағы да айтайын,
кеше мынау 8 миллиард теңге жаңағы, егер осы 8 миллиард теңгені мынау заңмен біз егер қазір қылмыстық іс қозғалып, қаулылармен сараптама тағайындалып, сотқа өтіп, сотта басы екеуміз осы болатын болса, ол жерде әрі кетсе бір 1 миллион теңге ме, 10 миллион теңге кетсін, а 8 миллиард теңге қайтып жатыр ғой мемлекетке. Қайтама деген мәселе. Енді қайтару, ол басқа бір органның несінде қайтару. Біз осы жағын көрмейміз. Біз ресми стат отчетты көреміз, ойпырмай мына қырып жатыр екен дейміз. Негізінде фактически қазынаға түсті ме түспеді ме деген жағын қарау керек. Исполнено де. Жоқ, оны енді антикорда емес қой. Ол антикордан басталады. Мен сізге түсінікті болсын айтайын. Міне, сіздің оңтүстік мысалы мен айтайыншы. Ұмытып қалып отырмай тұр. Миллиардтан, кілең миллиардтар ғой тұр мына білім саласында. Мектеп директорларының ұрлайтыны. Бірақ білім басқармасының басшылары емес, көп жағдайда бухгалтерлер сотталады. Ол бухгалтер ана миллиардтың бәрін біріншіден мен бір өзі жеді дегенге мен сене алмаймын. Ол бір өзі жалғыз өзі отырып қалай ол? Ол екінші тұлға. Право первой подписи деген бірінші басшыға тиесілі. Бәрекелді. Мынау право второй подписи бухгалтерге тиесілі, есепшіге. Жалғыз есепшіні алып соттап жібереді де қайта-қайта. Одан сен өлтіріл ондай ақшаны ол үйінен алып шыға алмайсың ау деп ойлаймын мен өз басым. Миллиардтаған ақшаны. Ол бір басқа бір сыбайластардың қалтасына кетеді. Оны тергеп анықтау керек. Кім? Антикор ғой. Антикор ғой. Бір адамға жауып жібереді, бір адам соттап жібереді. Ол ертең сотталып кеткен білеміз. Мысалы үшін кезінде де Бешенбаев алдыңғысында енді 10 жылға коррупциямен сотталады да, 1 жылдан кейін шығып кетеді. Сол сияқты 1-2 жылдан шығып, оны ешкім шыққан ешкім білмейді. Оны қоғам оны бақылап отырмайды ғой. Кетті ме кетті. Кетті ме кетті. Осымен әділдік болды деп ойлап отырмыз. Ол орындалмай қалады ана. Соттың үкімі тұрады, пәленбай миллиардты өндіру деген. Ол орындалмайды, өйткені орындайтын оның үйінде не көлігі жоқ. Мына жемқорлыққа әбден бейімделіп алған мына қылмыскерлер алдын ала дайындалады. Атындағы бүкіл мүліктің бәрін шығарып тастайды. Жаңағыдай көлікте болмайды, жерде болмайды, үйде болмайды. Менің ағамның, мысалы үшін қылмыскердің ағасының, апасының білмеймін енді. Басқасының атындағы мүлікті оны өндіре алмайды. Тек қана осының атындағы мүлік болу керек. Осындай да бір проблемалар көп енді айтсақ. Мынандай бір ой бар да. Полномочия беру керек. Бірақ та ол үшін кішкене кадр мәселесіне қайта қарау керек. Өйткені мен сол антикордың өзінің тарапынан жасалған жемқорлық фактыларын да жақсы білеміз да. Мысалы үшін әкімдердің әңгімесін айтайын. Келеді дейді, болмаса тендер өткізетін, бұрынғы тендер өткізіп жүрген кезде әкімдердің айтатыны ғой. Тендерға келіп жаңа ұтқан фермаға, мына субподрядқа мына ферманы аласың дейді. Антикордың өтінішін орындамай көр дейді. Ана дұрыс жігіттер дейді, ана жігіттерді алсаңыздар. Алсаң, ол салада ешқандай проблема болмайды дейді. Алмасаң, онда тексерумен келеді дейді, жолын табады. Арыз жазады, айтады, бүйтеді. Көрдіңіз бе? Сондықтан да адамдарды тазалап алуымыз керек әуелі. Барлық, ол тек қана антикор емес, бүгін тақырып антикор болсын, антикор бойынша айтып отырмыз. Ол барлық салаға да қатысты. Мен сотқа қатысты дәл солай айтқан болатын былтыр, естеріңізде болса. Дәл осылай. Біз қазір адамды дұрыстап алмай, сонда қызметкерлерді бір толығымен Грузияның өзің басында тілге тиек еткен Грузияның реформасының жүзеге асқан себебі де сол. Әйтпесе кеңес үкіметі кезінде Грузия деген мынау коррупция деген сөздің кәдімгі ең жарқын мысалын Грузиядан келтірген еді бәрі. Грузиядан мысал келтірген еді. Енді Саакашвили келді де ең бірінші кез адамдарды тазалаудан бастады ғой. Бәрін шығарып тастады, ГАИ-дан бастады. ГАИ-дің жұмысын уақытша учаскелік полиция инспекторлары сияқты басқа құрылымдарға берді да, ГАИ-дің қызметіне мынау немен алды? Конкурспен алды. Конкурспен жаңадан алды. Үлкен-үлкен талаптар қойды, жалақысын көтерді. Сөйтіп барлық структурасын солай тазалап шығарды ғой. Міне осындай реформа болмаса бар ғой, біз қазір заңның бір бабын өзгерткеннен бүкіл сала өзгеріп кетеді, жүйе өзгеріп кетеді деген қиындау. Бір-екі бабын дұрыстаймыз, келтіреміз шамаға. Бірақ оның былай тартсаң өгіз өледі, былай тартсаң арбасын алдын кері болады да тұрады да міндетті түрде. Басқа жағынан келіп соғады. Бізде де антикордың осы жұмысына қарап отырсаңыз, жергілікті жердегі бухгалтерлердің деңгейінен көтерілмеу керек сияқты ма, сондай болып көрінеді. Рүстем, жаңа ал жоғары қарай ол саяси шешім арқылы істелетін сияқты. Яғни саясат бұларға араласып кететін сияқты. Мынаны айтайыншы, жаңа Абзал айтты ғой. Жаңағы білім бөлім басшысы бірінші қол қою несі өзінде бухгалтерлермен. Мен ең соңғы мәліметтерді айтайық, бухгалтерияда жаңағы мектептердегі желініп отқан миллиардтар, мертвые души жаңағы жоқ адамдарға бөлініп отқан миллиардтар. 2020 жылы ең бірінші осы мәліметті
бізге келіп айтқан. Мен ол туралы Фейсбукқа жазып қойдым. Келді, ананы мен естігенде төбе шашым тік тұрды. 2020 жыл 200 миллион теңге желінген. Жаңа бухгалтерлар жоқ адамдарға бөлген. Сонда қалай бөлген? Бухгалтер, жаңа жоқ адамдар, жаңағы бухгалтер жалғыз жей алмайды. Бухгалтер жалғыз жей алмайды. Неге? Өйткені бірінші қол қою құқы электронды қолтаңба білім бөлім басшысында. Білім бөлім басшысы ақша аударылған әр адамның жолма-жол қарап отыр бөлу керек. Жазып қойған. Яғни ол, мынау электронды жаңағы подпись қол сенді, сен не істесең де дей ма? Ол өзі жауап береді. Сондықтан ол тексеру керек. Ол сол орынға отырды ма? Ол мен осының бәрін қолыма аламын деп отырған шығар. Сондықтан ол бәрін тексеру керек. Сөйтеді де не істейді? Міне 2020 жыл бізге сол мәліметті айтып келген кезде бухгалтер 1 миллион теңге алса 200 мың теңгесін білім бөлім басшысына береді. 800 мың теңгесін өзі алады. Сөйтеді де 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл өтеді. 2020 жыл жаңа бізге келіп айтқан кезде мен алдым да сол замат Фейсбукқа шығардым. Егер осыдан ертең тексеру ол айтты, мен аудит шақырып қойдым деді. Тексертіп жатырмын. 200 миллионнан кем шықпайды деді. Мен айтым, егер 200 миллион теңгеден кем шықпаса, келесі аудан білім бөлімінде осыдан қарап тұрыңдар деген мен постым тұр әлі күнге шейін. Сөйтеді, мен постым шыққаннан кейін жаңа арызданушы шауып келеді. Ойбай, әбеке, бұны жазбай тұрыңыз. Неге? Мен ана аудит айтты, біздің жұмысымызға кедергі келтіреді. Осыны бітіргеннен кейін толық сізге барлық құжаттарды алып келеді. Алып келесің бе? Алып келдім, жарайды. Сөйтті біз қоя салдық. Сонымен бір күндері жаңағы телефон алмайды. Не болды жаңа 200 миллионымыз? Мен жариялап қойдым ана Фейсбукқа. Қаншама адам күтіп отыр деп. Сөйткенім телефон өшірді. Сөйтсем, кейін не істеймін, жаңа білім бөлім басшысымен келісіп өздері бір қандай да бір сомаға. Сөйтіп өзі арыз жазып кетіп қапты. Енді мен бухгалтер емеспін, мен аудит емеспін, мен барып тексеріп біле алмаймын. Сол күйі қалды. 2020 жыл бұрқыта қалды. 2 миллиард желініп кеткен ғой. Енді қара, мен есептеймін. Сол 200 миллион 2020 жыл желінді ма? 1 миллионнан 200 мың теңге болатымызда 20% па? 200 миллионнан 20% 40 миллион теңге білім бөлім басшысы алды деген сөз 2020 жыл. 2021 жылы ол 80 миллион теңге болды. 2022 жылы ол 120 миллион теңге болды. 2020 жылы 160 миллион теңге білім бөлім басшысы уже алып қойған. Ана бухгалтер ол 2 миллиард жеген шығар. Білім бөлім басшысы 160 миллион алып қойған. Енді қалай не деді? Қылмыстық іс бухгалтерлерге қозғалды. Бухгалтерлар жеді деп. Қалай ол бухгалтерлер? Тоқта, берді білмеді. Сөйтсек айтады жаңағы қудалау органдар. Әбеке, енді ол білім бөлім өзі арыз жазды ғой дейді. Анау мен бухгалтерім жетіп арыз жазды ғой дейді. Ол жаңағы немене жәбірленуші ме не деймін да мен? Жәбірленуші емес қой. Ол нетіндер? Электронды подпись жаңағы қалай берді? Сөйтіп барып біз жәбірленушілік мемлекет болады. Иә, сөйтіп барып білім бөлімінің басшыларының да сол іске тартылып, абзал. Қазіргі таңда Сарыағаш ауданы білім бөлімі басшысы Дәулет Ахатов та күдікті болып танылды, айыпталушы болып. Келес аудандық білім бөлімі басшысы да күдікті болып танылды. Екеуінің сотына да біз қатысамыз міндетті түрде. Міндетті түрде қатысамыз да, мен айтып отырмын, қазір мысалы 2 миллиардтаған ақшадан, мысалы 2 миллиардтан қанша қайтуы мүмкін мемлекетке? Қазір жаңағы абзал айтып отыр. Бар жол 300 миллион. Қалған таппайсың кімде. Табама таппама білмеймін. Мемлекеттен осынша қаржы ма төлесін кім болса да. Міне осындай. Айтайын дегенім. Білім бөлім басшыларына да біз жаңағы күдікті деп қабылдатып, сотқа жаңағы облыс сотының төрағасы Айдос Сұлтановтың жеке қабылдауына кірдім. Сөйтімді сол істі қарайтын судьялардың барлық істерін алып тастаңызшы деп өтініш сұрадым. Өтініш қылдым. Өйткені ол жаңа резонанс алған іс қой. Оны қарайтын сот әділ, нақты жаңағындай әділ шешім шығару керек. Яғни менің ойымша әділ шешім. Егер құтылса, жаңа білім бөлім жаңа басшысы құтылып жатса, онда бухгалтерларды да құтқарайық. Егер бухгалтерлар қамалса, онда кешір, бәрінде қамайық. Басқа жол жоқ. Заң қатал, бірақ ол заң. Осы қысқа бір жауап беріп жіберсеңіз, енді эфиріміздің соңына жақындап жатырмыз. Жалпы мынау антикорға арыздандыңыз бір мәселе бойынша. Соның
соңғы шешімі шығып, жаңағы соттың шешімі шығам дегенге дейін істі жүргізу қанша уақыт алады шамада? Ол әртүрлі. Ол мысалы қара, қылмыстық іс қозғалғаннан кейін 2 ай, қылмыстық процесс кодексінің талабына сәйкес 2 ай қылмыс жүреді. Ол 2 айда үлгермесе, аудандық прокурор оны тағы 1 айға соза алады. Одан кейін облыстық прокурор 8 айға созады. Бірақ ортасында ол бойынша сараптамалар тағайындалады. Мамандардың жаңа қорытындылар керек болады. Сол кезде қылмыстық істің тергеу мерзімі үзіліп тұрады. Бір жылға да кетуі мүмкін. Осы қазіргі неге жаңағы антикордың жалпы құзыретіне көңіліңіз тола ма, толмай ма? Менікі толмайды. Толмайды. Өйткені оларға барсаң айтады, не дейсің? Міне мен кеше мысалы 8 миллиард. Неге қорқпайсыңдар? Неге тіркемейсіңдер? Неге қозғамайсыңдар десең, ертең біздің басымыз кетеді дейді. Сенде мына жерде жазылып тұр ғой? Сен қылмыстық іс қозғауың керек тағына, ол туралы прокуратураға хабарлама бер. Содан кейін прокуратура заңдылығын қарай береді. Прокуратурада соқыр емес қой десең, бәрі мазаңға келеді, саулаттай. Сондықтан бірінші антикор мен жаңағы мынау жаңағы талан-тараж бабы бойынша абзалдар енді сол жерде отыр ғой, осыны басқа жағына кәсіпкерлерге қатысты, мен келісем толық Абзал мырзаның, осы бойынша мынау заң өзгертпесе біз. Абзал аға, осы жалпы мемлекеттің осы антикор арқылы жалпы мынау жемқорлықпен күресу саясатына, түсінігіне сіздің көңіліңіз толады, толмайды, қандай ұсыныс? Көңілім толмайды. Жалпы антикордың қызметін қайта қарастыруға қажет деп есептеймін. Басында айтып өткендей, тергеу органдарының санын біз кішкене ақшамдауымыз керек деп есептеймін. Мен антикор жауып тастау керек деген ұсыныс айтып отқан жоқпын. Антикор мен АФМ-ді қайтадан біріктірген дұрыс деп ойлаймын. Кезінде екіге бөлінген себебін айтайын не екен. Біз ВТО-ны солай алдадық кезінде. Всемирный торговый организация, дүниежүзілік сауда ұйымында бизнесті тергейтін арнайы орган болмау керек деген талап болды. Енді қарапайым тілмен айтқанда. Бізде ондай орган жоқ деп Финполды жауып тастадық та, бірақ оны бір басты айдаһар, екі басты айдаһар қылып қойдық та жаңа. Енді айналып келгенде қазір әбден ботқа жасадық. Бизнесті анау да тергейтін болды, мынау да тергейтін болды, бәрі тергейді. Ішкі істер бәрі тергейтін қылып қойдық іс жүзінде. Сөз жүзінде сондай. Сол себепті біз бұл органдарды кішкене санын шектеу керек, мына тергеу мүмкіндіктерін азайту керек. Сонда прокурорлық қадағалаудың сапасы арта түседі деп өз басым есептеймін. Сосын жалпы жемқорлыққа қарсы саясатты кішкене ұлттық ерекшеліктерімізді ескере отырып қайта қарастыруымыз қажет. Әйтпесе бізде слепое копирование дейді. Мынау батыстың методикасын тек тәсілдерін алып көшіруді өте қатты әуес. Ол біздің үйлесе ме, біздің жақтағы кейбір ерекшеліктерді ескере ме, ескермей ме, енді ол ұзақ әңгіме. Мен енді заң шығару процесінде көзіммен көрген жағдайды айтып отырмын. Жақсы. Кім Рүстем, осыны толықтырып кетейінші мүмкін болса. Жаңағы Абзал айтты ғой, мынау барлығы тергейді деп. Жақында осы жарты жылға жеткен жоқ. Осы жаздың аяғында болу керек. Мынау бұрынғы парламент депутаты Бақытбек Смағұл деген депутат болған. Ауған нелердің жаңа басшысы ма, сонда төрағасы ма, орынбасары ма. Сол бір жаңағы Қызылорданың бір жігітінен туыстары қылмыстық жауапкершілікке тартылып отқан кезде, соны мен жаңағы қылмыстық жауапкершіліктен босатып беремін деп, жаңағы $70,000 алған. $70,000. Сөйтіп ол жігіт маған келгеннен кейін, мен ол туралы барлық көзімде жеткізгеннен кейін, мен оны антикор агентствосына келіп арнайы аржасын. Неге? Өйткені ол парламент депутаты болып тұрған кезде мемлекеттік қызметкер болып саналады. Дұрыс па? Теңестірілген ғой енді. Теңестірілген тұлға. Мемлекеттік қызметкер теңестірілген тұлға. Яғни оны антикор қозғап жаңағыдай нету керек, тергеу керек. Сон антикор қозғалған жоқ. Оны алды қалай екенін қайда? Астана қаласының полициясы департаменті қозғады қылмыстық. Сол ғой жаңа айтып отырғанымыз. Қылмыстық қозғады. Қылмыстық қозғау барысында қара, әйтеуір қозғалды. Қозғалмайды қоюы мүмкін еді ол. Қозғалмайды, біз қозғалға неге жоқ деген жауап алғанбыз біз. Содан кейін табандылық көрсетіп, қалай қозғалу неге жоқ? Мынау нелерді қайда қоясыңдар деп біз соны жаңағы қылмыстық қозғалдық. Қозғалған кейін тергеу барысында бәрі анықталды. Ол кісінің іс әрекеті
ол мойындады, ақшасын қайтарып беремін деді. Ақшасын қайтарып беріп жатса біреулердің, онда ол кісіге де біздің неміз жоқ. Бірақ әрине парламент депутатының атына сын ондай тірлік істеу. Оған енді өзінің ары жауап берер. Бұл қайтарып беремін дегеннен кейін біз қайтарып беретінін күтіп жатырмық. Қазіргі таңда қайтарып берсе бізді. Осы менің ұсынысым жалпы мемлекеттің саясатын, көзқарасын өзгерту керек. Мынау тек қана мемлекеттік қызметкер емес, мен де көптеген комиссияларда болдым, мүше, жаңа төрағасы болдым, жаңағы мемлекеттің бюджетін бөлетін жаңағыдай. Демек, ондай комиссияға мүше болған азаматтар да мемлекеттік қызметкерлермен теңестіріліп, оларға да қатысты арыз болғанда антикор араласа алатындай бір өзгерістер керек секілді да. Өйткені мен бюджетті шешем, бірақ маған антикор не қыла алмайды. Тек мемлекеттік қызметкер ғана болу керек. Ал мен мемлекеттің жаңа қаржысын талан-таражға салуға нем бар менің, мандатым бар. Сондықтан осындай да бір өзгерістер керек шығар. Жалпы бір бағдарламамен бәрін талқылай аламыз деп айта алмаймын, бірақ әркім керек өзіне ой түйді деп ойлаймын. Көрермендер, құрметті, сіздер де айтар ойларыңыз, қосар жаңағы ұсыныстарыңыз болса, міндетті түрде комментарийға жазыңыздар, оқимыз. Алдағы бір сұхбаттарымызда ол мәселелерге де тағы оралатын боламыз. Ал енді сіздерге осымен бағдарламамызды аяқтап келгендеріңізге уақыттарыңызды бөліп рахмет айтқым келеді. Қош, сау болыңыздар. Соңғы сөз айтылды ғой деп ойлаймын. Рахмет.